Бұл бейнеде біз Canva платформасындағы жаңа құрал формалармен танысамыз. Бұл құрал деректер мен электрондық пошта мекен-жайларын тікелей дизайнның ішінде жинауға мүмкіндік береді. Формаларды табу өте оңай. Элементтер бөліміне өтіп, тізімді төмен қарай жылжытсаңыз, сол жерден үлгілер атты жаңа санатты көресіз. Бұл құралдың көмегімен байланыс деректерін жинауға, қатысуды растау беттерін жасауға немесе жедел кері байланыс алуға арналған визуалды тартымды формалар құрастыруға болады. Платформада дайын үлгілердің кең таңдауы бар. Соның ішінде білім беру мақсатында қолдануға ыңғайлы формаларда ұсынылған. Квиздер, сабақты бағалау формалары, оқушылардың көңіл күйін анықтау және іс-шарадан кейін пікір жинау үлгілері. Мазмұнды өңдеу үшін өзгерту батырмасын пайдалану қажет. Мұнда сұрақтардың мәтінін өзгертуге, оларды міндетті түрде толтырылатын етіп белгілеуге, сондай-ақ қолжетімді 12 сұрақ түрінің бірін таңдауға болады. Олардың қатарында қысқа және ұзын жауаптар, тесттер, сауалнамалар және рейтингтер бар. Форма толтырылған сәттен бастап барлық жауаптар автоматты түрде сақталады. Форманы таңдап, мәзірдегі жауаптар батырмасы арқылы жинақталған деректер мен уақыт белгілерін көруге болады. Барлық жауаптар арнайы Canva Sheets кестесіне сақталады. Формамен бөлісудің ең қарапайым тәсілі бөлісу мәзірі арқылы жалпыға қолжетімді сілтеме жасау. Бұл пайдаланушыларға бастапқы құжатты өңдемей, форманы толық экран режимінде толтыруға мүмкіндік береді. Қажет болған жағдайда осы сілтемені QR-кодқа айналдыруға болады. Егер оқушылар немесе ата-аналар форманы телефон арқылы ашуы мүмкін болса, форманы Canva веб-сайтына қосып жариялау ұсынылады. Бұл оның кез келген мобильді құрылғыда дұрыс және ыңғайлы көрсетілуін қамтамасыз етеді. Canva формаларын жұмысыңызда пайдалану арқылы сіз күнделікті рутиналық жұмыстарға кететін уақытты үнемдеп қана қоймай, оқушылар мен әріптестеріңіз үшін заманауи әрі қолайлы цифрлық орта қалыптастырасыз.